Сәлем құрметті оқушы. Бүгін біз көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді өтетін боламыз. Ал енді бірінші тапсырма: суреттерге қара және түсіндір, теңдеулерді шеш. X көбейту 3 тең 12. Қандай компонент белгісіз? Бірінші көбейткіш. Ал енді оны табу үшін біз көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлеміз. X тең 4. Ал енді осы 4-ті X-тің орнына апарып қойып тексерейік. 4 көбейту 3 тең 12. Сонда 12 мен 12 бір-біріне тең. Келесі: X бөлу 6 тең 3. Қандай компонент белгісіз? Бөлінгіш. Оны табу үшін біз бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. Яғни мына бірінші тұрған ол үлкен сан болу керек. X тең 18. Ал енді осы 18-ді X-тің орнына қойып көрейік. 18 бөлу 6 тең 3. 3 пен 3 тең. Біздің теңдеуіміз дұрыс. Келесі: 6 бөлу X тең 2 деген теңдеу. Қандай компонент белгісіз? Бөлгіш белгісіз. Оны табу үшін біз мұқият боламыз. Бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. X тең 3. Ал енді 3-ті X-тің орнына қояйық. 6 бөлу 3 тең 2. 2 мен 2 тең. Міне, көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерде міндетті түрде компоненттерді тауып, оған қолданылатын амалды жаттап алсақ болғаны. Карточкаларды пайдаланып, теңдіктер және теңсіздіктер құрастыр. Ал енді 2-ге бөлейік. Теңдіктер дейік. Және теңсіздіктер. Теңдіктер дегеніміз екі жағы да тең, яғни ортасында тең деген амал болады. Ал теңсіздік дегеніміз артық немесе кем белгілері қойылады. Мысалы, теңдіктер 6 көбейту 3 дегенді алайық, бұл әрине 18 болады. Ал енді 18-ге тең тағы да бір өрнек бар ма? Әрине. Ол 2 көбейту 9. 6 көбейту 3, 2 көбейту 9 өрнегімен бір-біріне тең деген сөз. Бұл теңдік. Ал енді теңсіздік. Тура осы 6 көбейту 3-ті алайық. Кез келген басқа 9 бөлу 3 тек. 18 бен 3 екеуі бір-біріне тең емес. Сондықтан бұл теңсіздік болып табылады. Есептерді шығарып. Музыка үйірмесіндегі кіші топта 14 бала бар. Ал ортаңғы топта кіші топқа қарағанда 6 бала артық. Яғни бізде кіші топ, бірден жазып отырайық, я? 14 бала. Ортаңғы топ 6 бала артық. Ересек тобында мұқият болайық. Кіші топ пен ортаңғы топта бірге санағанда қанша бала болса, сонша дейді. Тамаша. Енді осы үйірмеге ересек тобына неше бала қатысты дейді. Яғни ересекте қанша бала бар екенін табамыз. Шешуі: бізде 14 бала кіші топта, ал енді ортаңғы топта одан 6 балаға артық дейді. Әрине ол 14-ке 6-ны қосамыз. Міне. Ал енді екеуінің қосындысы ол ересек тобындағы балалардың санын білдіреді. 4-ші тапсырма: теңдеулерді шеш. Бұл теңдеулердің басын бастап көмектесемін, ал әрі қарай өздерің шығаратын боласыңдар. X пен 2-нің көбейтіндісі 8-ге тең. Қандай компонент белгісіз? Көбейткіш. Оны табу үшін мен
көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлемін. Міне осылай x-тің мәнін табасың. Келесі x бөлу 3 тең 5. Қандай компонент белгісіз? Бөлінгіш. Оны табу үшін не істейміз? Бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. X-тің мәнін осылай табасың. Ал енді келесі соңғы теңдеуіміз 14 бөлу x тең 7. Қандай компонент белгісіз? Бөлгіш белгісіз. Оны табу үшін біз мұқият болайық. Бөліндінің, яғни бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Міне, x-тің мәнін тауып, және де міндетті түрде осы мәндерді x-тің орнына қойып тексеру қажет. 5-ші тапсырма есептерге өрнектер жаз дейді. Ал шеберханада 1 айда 3 домбыра жасалады. Ал енді 6 айда неше домбыра жасалады дейді. Балалар, бұл есептің өрнегін жазбас бұрын мен сендерге суретін салып көрсетейін. Мысалы, 1 айда 3 домбыра дейік. 1 айна 3 домбыра. Енді тура осындай 6 айда дейді. Не істейміз? 6 ай деп көрсетейік. 2, 3, 4, 5, 6. Яғни ол әр айдың әр қайсында 3-3 домбырадан жасайды ғой. Сонда біз суретін осылай салсақ болады. Яғни оған өрнек қандай болады? 6 көбейту 3. Келесі ә нұсқасында шеберханада 1 айда А домбыра жасайды, 8 айда қанша дейді? Әрине, А көбейту 8. Бұл әріпті өрнек шығады. Кесте бойынша теңдеулер құрастырып, оларды шеш дейді. Бірінші қараймыз, бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Яғни бұл жерде мына жерде тұрған өрнектердің ортасында бөлу амалы қолданылады. Ал енді бөліндінің мәні дегеніміз ол теңнен кейінгі жазылатын сан. Белгісіз ол кез келген x болсын, y болсын, a болсын, b болсын, кез келген бір сандарды жазасыңдар. Тура солай. Көбейткіш. Ортасында көбейту амалы тұрады. Тең. Ал енді мына белгісіз компоненттеріне x, v, немесе с деген әріптермен белгілеп, осы 6 теңдеуді жазып шығару қажет. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.